Кореяда қолдануға жарамды жиһаздар мен бытовой техникалар дейміз ғой, солардың барлығын тегін ала аласыз, осылай тегін таратып тастайды. Неге тегін? Себебі арнайы қолданылған заттардың сайтына кірсеңіз, нанум тегін алып кетуге болады деп тұрады. Тегін беруінің екі себебі бар. Біріншісі, мына жиһаздар ауыр болғандықтан, адам көлікпен келіп алып кетіп, адам жалдайтындықтан тегін алып кете берші деп айтады. Екіншісі, мына жиһаздарды қоқысқа тастау үшін де, лақтыру үшін де арнайы мынандай стикер жапсыруыңыз керек болады. Мына стикерді ақшаға сатып аласыз. Осы жиһаздарды тастауыңыз үшін де, қоқысқа тастау үшін де ақшаға тастайсыз, былайша айтқанда тегін тастай алмайсыз. Сол үшін стикер жапсырып қояды. Егер де сіз көшеде осындай стикер жапсырылған жиһаздарды көрсеңіз, алып кете берсеңіз болады, өйткені тастаған стикерлер. Ал егер де осылай тастап, бірақ стикер жапсырмайтын болсаңыз, онда сізге күзетші ағай келіп, стикер жапсыруыңызды жапсыр деп пара қыстырып кетеді. Сонда да мынандай жиһаздарға стикер жапсырмасаңыз, онда камералар тұрады, әр жерлерде сол камерадан суретіңізді жапсырып қойып, стикер жапсыр деп айтады. Сол үшін бұл жақта бытовой техника тастасаңыз да, жиһаз тастасаңыз да бәрі ақша, сол үшін барлығын тегін алып кете аласыз. Көшелерден осындай жиһаздар көрсеңіз, алып кете берсеңіз болады. Басты стикер жапсырып қойыңыз.